Саламатсыздар ме? Бүгін біз сармайды шайқаймыз. Сармайды шайқамас бұрын сепаратты тартып, қаймағымызды дайындап аламыз. Қолдың сармайын жасау үшін жаңа тартылған қаймағымызды кішкене қоюландырып холодильникке қоямыз да, содан кейін барып бізге мұздай су керек және де тұз керек. Бірінші қаймағымызды жақсылап шайқап аламыз. Өздеріңіз ыңғайларыңызға байланысты. Міне шайқалып жатқан майымыздан су шығып жатыр. Осылай су шығады. Әбден майға айналдырып болғаннан кейін үстінен жаңағы мұздай суымызды құямыз. Әлде арасында су бар. Суын баса отырып аламыз. Сармайымыз дайын болуға жақын қалды. Енді осыған тұз себеміз. Міне біздің сармайымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер.